Ассаламу алейкум достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ болып шығатын, күнделікті жасауға болатын, ешқандай сүтті, жұмыртқа, айранды қажет етпейтін жұмсақ булочки пісіріп үйренетін боламыз. Ең алдымен осылай жылы суымызға қантымызды, тұзымызды ертіп аламыз. Осылай венчиктің көмегімен жақсылап ертіп аламыз. Алда тағы да қызықты рецептерді жіберіп алмас үшін маған тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне жылы суда барлығы еріді, енді жұмсақ қамыр елейміз. Ұнымызды електен өткізіп аламыз. Енді ұнымыздың үстіне дрожжімізді қосамыз. Осылай араластырып, тағы да үстіне ұн қосып, енді жұмсақ қамыр елейміз. Содан кейін жарты пиала сұйық майымызды қоса отырып, тағы да қамырымызды елейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығу керек, қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Міне осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Осы қамырды кемі 2-3 сағатқа салафанға салып, жылы жерге қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын, көтерілді, 3 сағаттай тұрды. Енді осы қамырымызды бөліктерге бөліп, домалақ етіп жасап, противенге салатын боламыз. Міне осылай қойдым. Салғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа тағы қалдырамыз. Кішкене көтерілуі керек. Осылай жақсылап күлшелеп алып, дөп-дөңгелек етіп, тегіс қылып жасауға тырысыңыздар. Осылай қойып, бетін шүберекпен жауып қоямын. Міне біздің қамырымыз 15 минуттай тынып тұрды. Жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, жанын басып, ортасын басып, формасын әдемілеп булочкаға келтіреміз. Міне осылай қолдарыңызбен жақсылап арасын басу керек. Яғни ол пеште көтеріліп кетпеу керек. Қолдарыңызды кішкене сулап жіберіп, осылай басып, жақсылап формаға келтіріңіздер. Енді нанымыздың үстіне жұмыртқамызды жағатын боламыз. Жиегіне, бетіне жақсылап жағамыз. Жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін қалауларыңызша бетіне кунжут немесе макты пайдалансаңыздар болады. Мен кунжутты пайдаландым. Сеуіп болғаннан кейін жарты сағат 35 минут көлемінде 180 градуста пешке пісіруге жібереміз.
Міне біздің булочки тәрізді нанымыз пештен пісіп шықты. Бір жасағаннан шығатын рецепт. Өздеріңізде жасап, үйлеріңізге балаларыңызды қуантыңыз. Мен осылай ыстық кезінде үстіне сары май жағып аламын. Өте дәмді болып шығады. Енді ыстық нан мен сары майдың дәмі мүлдем басқа, өзгеше. Жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Егер канал сізге ұнап, рецептім пайдалы болып жатса, лайк басып, қолдау білдіріп, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Енді арасын көреміз. Міне осылай арасы жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.